Есімім Ибрагимбек Қырымханұлы, мен Павлодар облысы Ақсу қаласының нөмір 2-ші жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімімін. Соңғы 4-5 жылда білім групп ұсынған Білім-Ленд онлайн мектеп, ай-тест, ай-мектеп білім платформаларын сабақ беру барысында қолданып жүрмін. Бұл білім платформаларының оқушылар үшін де, мұғалімдер үшін де берері шексіз. Әсіресе еліміз карантиндік жағдайда оқыған кезде онлайн мектептің пайдасы ұшан теңіз болды. Осы онлайн мектеп арқылы оқушыларға қашықтан білім беруде таптырмас білім қоры, сөздіктер, жалпы кез келген пәннен пайдалы мағлұматтар, мәліметтер ерекше қамтылды. Қазір бүгінгі сабақта құрметті оқушылар, сендерге осы білім групп ұсынған кейбір білім платформаларына тоқталып өтеміз. Ең алдымен ол бізде Білім-Ленд деген білім платформасы. Бұл платформа жалпы бүкіл білім групп ұсынған платформалардың бастамасы болады. Ең алғашқы істеп жатқан. Мұнда біз онлайн мектепке де, пәндер бойынша да, мұғалімдерге де және байқаулар туралы да өте көп мағлұматтар алуға болады. Соңғы кезде білім групп өзінің жаңа өнімі білім деген қосымшаны ұсынып отыр. Оны смартфондарына App Store немесе Play Market арқылы жүктеп алуға болады. Бұл білім деген білім платформасында оқушылар үшін де, ата-ана үшін де, мұғалім үшін де пайдалы ақпараттар өтеді. Екінші, мысалы, ол бізде ай-тест деген осы платформа бар. Бұл әсіресе мектепті бітіріп отырған 9-шы сыныптарға және 11-шы сыныптарға беретін пайдасы өте көп. Мысалы, қорытынды аттестаттау дегенге көшетін болсақ, бұнда мысалы қазақ тілінен эссе жазу болады. Мемлекеттік емтихан. Сол эссеге дайындық барысында мұнда эсселердің үлгілері, нұсқаулықтарын көруге болады. Қалай мысалы эссені, сапалы эссе жазу ұсыныстары, эссе тақырыптар, эссе критерийлер, эссе жазуға дайындық барысында қосылып көтіме дегендер, мына жерде эссенің үлгілерін көруге болады. Мысалы тақырыптармен және қанша сөзден тұратын мына эсселерді конспекттеп алатын болсақ, мысалы алма деген эссені алып көрейік. Бұнда конспектіне назар аударайық. Мұнда міне жалпы қалай жазу керек екен, мысалы алма туралы эссенің соның мәтіні берілген, ерекшесі қамтылған. Сол секілді, мысалы артқа қайтып, бұл жерде видео нұсқауларды да көруге болады. Қалай мысалы эссе тақырыбын дайындау керек, мысалы дәлелді қалай келтіру керек. Мұнда міне видео нұсқалары да берілген. Оны мысалы кез келген сәтте қосып қарауға болады. Сәлем. Алдыңғы видеода эссенің тақырыбын таңдауды талқылап, құрылымы мен қатені жібермеу жолдарын қарастырдық. Қорытынды аттестаттау жайында видеолардың барлығында ең басты нәрсе назардан тыс қалмаған. Бүгін біз дәлелдеу жайлы айтатын боламыз. Сенің эссенің әр жерден жиналған, дерексіз, дәлелсіз құралған жинақ болмау үшін әр тезиске дәлел келтіріп отыру қажет. Дәлел есебінде алуан түрлі дәйектерді қолдануға болады. Мысалы, әдеби шығармалардағы тарихтағы мысалдар. Ғылыми дәлелдеулер өмірінде болған, немесе таныстарының, туыстарының өміріндегі оқиғалар жайлы жазуға болады. Жақсы эсседе екі дәлел болу керегін, білуі әдеби көркем шығармадан алуы тиіс екенін есіңде сақта. Тезиске дәлел келтірудің ешбір қиындығы жоқ секілді көрінуі мүмкін. Алайда өкінішке орай эссенің дәл осы бөлімінде
қиындықтар кездеседі. Сол жайлы айтайық. Бірінші мәселе, оқушылар жұмыстарында жиі қате дәлел келтіреді. Бұл құрамында дәйекті логикалық қателері бар бұрмаланған дерек болуы мүмкін. Егер дәлелінің ақиқаттығында сенімді болса, ол тезиске сәйкес келе ме, соны ойланған артық болмайды. Ол оны дәлелдей ме? Біздің мысалды қарайық. Бір қарағанда барлығы дұрыс, дәлел тезиске сәйкес келеді. Демек мұндай дәлел орынсыз болып саналады. Біз айтқалы отырған келесі екі мәселе өте қиын. Себебі оқушы оларды өздігінен байқай бермейді. Тезисті ауыстыру кезінде дәлел тек тезистің бір бөлігін ғана дәлелдей алады, немесе шектен шығады. Мысалға қарай, дәлелдеу пайымдаудың тек екінші бөлігі сипатталады, ал маңыздылығы ол бірінші бөліктегі мақұлдау тақырыбы ашылмайды. Кейде оқушы тезис жазып алып, оған сәйкес дәлел таңдайды, бірақ дәлелдің өзгертілген тезис повестілерінің назардан тыс қалдырып жатады. Мұндай айналма дәлелдер сенімсіз көрінеді, оны түзету қажет. Сенім дәлелдері тезис сауатты көркемдейді деп үміттенеміз. Қорытынды аттестатта сәттілік. Осы дәлелдегі дүниелерді көру, сол секілді тезиске байланысты байқаулар да әзірленеді. Мысалы қандай байқауларды дайындауға болады. Келесі енді біз онлайн мектеп деген білім платформасымен әрбір оқушы жақсы таныс болу керек, өйткені қашықтан оқыту кезінде бұл платформаны біз мейлінше қолданамыз. Мысалы бүгінгі қазақ тілі сабағында табиғат пен қоғам деген тақырыпқа көшіп келдік. Мұнда міне сабақ несі берілген, мысалы сабаққа мынадай конспектісінде мысалы оның несі берілген сипаттамасы. Сол секілді ағай тапсырмаларын қарау. Сол мына жерде аудио мәтінді болады. Сондықтан да адамның табиғатты ана деп құрметтеуінде де өте үлкен. Табиғат күллі тіршілік атаулының құтты қоныс мекені, алтын ұя бесігі құт берекесі. Ал адам үшін табиғат ең қасиеттілі қастерлі ұғым. Өйткені адамның өзін дүниеге келтіретін аяулы анасы. Сондықтан да адамның табиғатты ана деп құрметтеуінде де өте үлкен ұғым жатыр. Қазақ халқының бар өмір тіршілігі табиғатпен тікелей етене байланысты өтіп келеді. Сан ғасырлар бойы халқымыз сол өзін аялаған табиғат аясында тіршілік ете жүріп, оның сан алуан құпия сырларына көңіл бөлді және сол туралы орынды пікірлерге келді. Халқымыздың табиғат жөніндегі ой пікірлері табиғат құбылыстарымен, заңдылықтармен үнемі үндесіп жатты. Қазақ халқы өзін табиғаттың бөлінбес бөлігі, құрамдас тобы деп есептеді. Сондықтан да табиғатпен бірлікте өмір сүру қажеттілігін ерте кезден-ақ сақтай білді. Табиғаттың қатаң жағдайына, түрлі өзгерістеріне сай көшіп қонып жүріп, өз шаруашылығын табиғатпен үйлесімді жүргізіп отырды. Табиғатқа аялы алақан, жылы жүрек сезімі, көздің қарашығындай қамқорлық қажет екендігін ерте сезді. Осыған орай, халқымыздың да мінез-құлқы бірте-бірте қалыптасып, ондай қасиеттер атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа асыл мұра ретінде жеткізіліп, жалғасып отырды. Әлемдік экономиканың тоқтаусыз дамуы ғаламдық экологиялық көкейкесті проблемалардың туындауына себеп болып отыр. Жердің шөлге айналуы, орманның құрып кетуі, табиғи қордың сарқылуы, озон қабатының бұзылуы, жылыжай буының әсері, тұзды жауын, ауыз судың тапшылығы, мұхиттардың ластануы, өсімдік пен жануарлар түрлерінің жойылуына және жердің ауруына әкелуде. Жоғарыда аталған осы проблемалар қайткенде де адамзат өркениетінің болашағымен тығыз байланысты. Табиғат пен қоршаған ортаға алдымен антропогендік әсер етудің шамасы үлкен. Бұл бұзылмаған жер көлемінің күрт азайып кетуі, олардың тозуы, биологиялық түрлердің азаюы, биосфераның сандық және сапалық жағынан кедейленуі. Тұщы су, топырақ биомассасын,
және өсімдік өнімдерінің орнын толтыруға мұрша бермей бәрін алып тұтынып жатыр. Жаһандану кезінде орны толмайтын минералдық және отындық қорлардың тез азаюы, сарқылуға жақындауы өз кезегінде қиын экономикалық проблемаларды тудырып отыр. Табиғат айналымына еш пайдаға аспайтын шаруашылықтағы қалдықтар ортаны ластайды. Экожүйенің бұзылуына әкеп, адам денсаулығына қауіп төндіреді. Ортаны реттеп тұратын биосфераның қызметі әлсізденіп, экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Бұл ғаламдық экологиялық дағдарыстың есіктен сығалауы деген сөз. Енді қарау қандай, әрбір тапсырмада, мысалы, тапсырма бір негізін анықта, оның жауабын мұғалім тарапынан көруге болады. Оқушылар әрине оны істейді, ол жауап көрінбейді, кейін шығуы мүмкін. Мұнда мысалы жауабын көруге болады. Сол секілді мысалы екінші тапсырмада да жоқтан кейін бірден жауабын қарауға болады. Үшінші тапсырма солай кете береді. Осындай ыңғайлы платформада жұмыс жасауға болады. Осылай көргеннен кейін ең соңында қорытынды нәтижені шығаруға болады. Сіздер сабақтың қорытындысында сол егер жауап берсеңдер сағасын беруге болады. Сағатқа бір қалдыруға болады. Мысалы жақсы деп мысалы солай нәтижесі шығаруға болады. Одан басқа енді бұл платформаның несі көп, мысалы дайын БЖП-лар алуға болады. Жалпы егерде жақсы бір гаджет, смартфон болса, негізінде телефонға онлайн мектеп, білімленд, білім деген білім группының қосымшаларын жүктеп, сабақ оқуда, қорытынды аттестация дайындалуда, ұлттық бірыңғай тестілеуді дайындауда мейлінше қолдануға болады.